Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде жаңа тақырып спорт, денсаулық кепілі. Сабақты жоғалтып алмас үшін алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Олай болса, сабақты бастаймыз. Жаңа сөздер. Ширату, ширату. Сырғанау, сырғанау. Шұғылдану, шұғылдану. Айналысу, айналысу. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Сен немен айналысқанды ұнатасың? Әркімнің ұнататын ісі болады. Ұнайтын ісіңмен айналыссаң, көңілді жүресің. Спортпен шұғылдансаң, күшті боласың. Кітапты көп оқысаң, білімді боласың. Берілген мәтін осы балалар. Астында сұрақ берілген. Сенің ұнататын ісің не? Яғни сен қандай іспен айналысқанды ұнатасың? Мысалы, мен спортпен шұғылданғанды ұнатамын. Және көп кітап оқығанды ұнатамын. Екінші тапсырма. Оқы. Мәтіннен негізгі тірек сөздерді тауып айт. Спорт, денсаулық кепілі. Спортпен шұғылдану денсаулыққа пайдалы. Спорт бұлшық етті ширатады. Сымбатты болуға көмектеседі. Көңіл күйді көтереді. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Спорт түрлі аурудың алдын алады. Енді балалар, мәтіннен негізгі тірек сөздерді табуымыз қажет. Негізгі тірек сөздер денсаулық, спортпен шұғылдану, сымбатты болу, көңіл күй. Осындай тірек сөздерді атауға болады екен. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, көшіріп жаз. Балалар, сөйлем берілген, сөйлемнің ішінде бір сөз тасталып кеткен. Сол сөздерді біз орнына дұрыс қойып жазу қажет. Енді керекті сөздер төменде. Көңіл күйді, денсаулыққа, аурудың. Осы сөздерді сөйлемге дұрыс қоюымыз қажет. Бірінші сөйлем. Спортпен шұғылдану пайдалы. Қалай дұрыс болады? Спортпен шұғылдану денсаулыққа пайдалы. Спорт көтереді. Спорт нені көтереді, балалар? Қай сөзді қоямыз? Әрине, спорт көңіл күйді көтереді. Спорт түрлі алдын алады. Бұл жерге қандай сөзді қоямыз? Әрине дұрыс. Аурудың деген сөзді қоямыз, балалар? Спорт түрлі аурудың алдын алады. Төртінші тапсырма. Кімнің пікіріне қосыласың? Өз ойыңды айт. Балалар, мұнда суретте 3 бала бейнеленген. 3 бала өз пікірін білдіріпті. Бірінші, Лаура деген қыздың пікірін тыңдайық. Лаура: менің конькимен жақсы сырғанап үйренгім келеді. Коньки тебу денсаулыққа пайдалы. Арман айтады: мен денем шынығып, денім сау болу үшін спортпен шұғылданамын. Ал Ғабиттің пікірі: ал мен спорттық жарыстарға қатысып, жеңіске жеткім келеді. Ал балалар, сендер
осы үшеуінің қайсының пікіріне қосыласыңдар? Өз ойларыңды айтып өтуге болады. Мысалы, мен Лаураның сөзіне қосылар едім. Бұл менің жеке ойым. Мен конькимен жақсы сырғанап үйренгім келеді. Өйткені мен әлі коньки теуіп алмаймын, бірақ коньки теуіп үйренгім келеді өзім. Себебі коньки тебуде бір спорттың түрі. Бір жағынан коньки теуіп үйренемін, екінші жағынан спорт денсаулыққа пайдалы. Ал сенің пікірің қандай? Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтадық. Егер сабақ сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, парақшаға жазылып ал. Сау бол!